Досың қанша, білемісің? Ғибратты әңгіме. Ертеде есім ел билеген заманда бір шағын қыстаққа Досымбек деген талантты, әділетті жас жігіт қасы болыпты. Ақ көңіл, адал ниетті жігіт ел сенімін ақтап, әділетті билігін жүргізеді. Ол бір күні әкесіне келіп: «Әке, дос жарандар көбейді. Бәрі де дос боламыз, қиындықта жаныңнан табыламыз деседі», депті. «Онысын Алла біледі», депті әкесі. Содан соң: «Балам, мен саған бір ғибрат мысал көрсетейін. Осы айтқан сөзіңе байланысты», депті. Ертеңіне түйе жеккен арбасының үстіне киіз сырмаққа ұзыннан бір серкені көрсетпей орап салады да, тағы да баласына: «Түйені жетектеп алдында жүріп отыр да, достарыңның есігінің алдына тоқта. Сөзді мен өзім айтамын», дейді. «Шырағым, жан қысылып өзіңе келдік», деп алғашқы кездескеніне: «Мынау Досымбек досың істі болып қалды. Оқыстан қате болып, сойылға жығылып, мына бір адам өліп қалды. Кешікпей қуғыншылар да іздеп келеді. Мұны арбасымен бір жерге бүгінше паналатып бер, шын дос болсаң», дейді Досымбектің әкесі. Досы ат-тонын ала қашып, азар да безер болады. «Пәленнен аулақ, мынадай қарасы тиетін нәрсені ара кетіңіз», дейді. Сөйтіп бала бір досынан кейін басқа досына бара береді. Бәрінің сөздері әлгідей болады. Соңғы үйлердің біреуіндегі досы қиналып: «Мынау қиын болды ғой, осында қалдырып, көлікпен арбаны алып жүре беріңіз», депті. Енді бір ғана досы қалыпты. «Бұған да бара кетейік», деп оған да шаруасын айтса: «Қайтейін, Досымбекпен бірге көрейін. Досым үшін жаным садақа. Арбаны да, көлікті де, бәрін де осында қалдырып, өздерің кете беріңдер», депті. «Міне балам», депті сонда әкесі, «басыңа қиындық іс түскенде, жаныңда бірге болатын шын жолдасың 100 кісіден бір жарымы ғана болғанын өз көзіңмен көрдің. Қалғанын өзің біл».